Армысыздар, ән мен жырдан нәр алған қасиетті сыр елі. Кеш жарық біздің арнаның тұрақты, көзі қарақты көрермендері. Эфирде әдеттегідей әсем ән мен әрлеп әсері кеш сыйлайтын Қайырлы кеш, Қызылорда. Барша өнерсүйер қауымды экран алдына жайғасуға шақырамыз. Қызықты да әдемі кешті бірге отырып тамашалайық. Альбина, бүгін барлық көрермендерімізде бүгінгі шығарылымның қонағы кім болады екен деп асыға күтіп отырған болар. Әрине, ол әншіні шақыруға мен де асықпын. Ендеше көрермендерімізді көп күттірмей, бүгінгі кейіпкерімізді ортаға шақырайық. Республикалық халықаралық конкурстардың лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, сырдың талантты әншісі Руслан Садықов. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Руслан. Өзіңізді бағдарламамыздың төріне көргенімізге өте қуаныштымыз. Сенбілік көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, рахмет көп шақырғандарыңызға. Жуырда ғана сіздің Таң ару атты альбомыңыз жарыққа шықты. Қателеспесем, бұл сіздің екінші альбомыңыз, солай ма? Екінші үнтаспамыз латынша әрпінде шықты. Ерекше. Өте ерекше. Және де дизайны да бөлек. Және де ішінде жаңа әндер енген. Қанша ән бар ішінде? Шынымды айтсам, ұмытып қалдым, сол бір 12-14 ән болу керек. Қуаныштымыз. Айтпақшы, биыл мектеп бітіргендеріңізге 20 жыл толып отыр екен. Сіздің Инстаграм парақшаңыздан байқап қалдық. Мектептеріңізге барып, кездесулер ұйымдастырып, партада отырған суреттеріңізді де байқадық. Енді 20 жылдан кейін партаға отырған қалай екен? Партаға симей қалып, ондай сезім болған жоқ? Биыл 20 жыл болды, өте керемет, жақсы көңіл күйде болдық. Ұстаздарымызбен кездестік, өзіміздің класстастарымен кездестім, сыныптастарымен. Барлығы сол өз қалпында, мінездері де өзгермеген, түрлері де сол қалпы. Ешқандай 20 жылда өзгеріс жоқ? Өзгеріс жоқ, сол өзіміздің классымызға бардық, сол бұрынғы орында. Дегенмен де енді қатарыңыздың алды 3-4 баладан бар шығар, енді барлығы отбасылы дегенде, енді сыныптастарыңыз, сынып жетекшілеріңіз тиіскен жоқ па? Неге әлі сұр бойдақ болып жүрсің, неге үйленбей жүрсің деп. Енді мен де сізге тікелей сұрақ қояйыншы, неге үйленбей жүрсің, Руслан? Әрине, оны барлық жерде айтады. Себебі шыны керек, енді кәрі емеспіз ғой, енді жасқа да жатпаймыз. Енді өзі Құдай өзі маңдайға жазады, соны көрерміз енді. Түсінікті. Енді армаңыздағы қызды кезіктемей жүрсіз бе, әлде мүмкін талғамыңыз тым жоғары ма? Ол мына талғамнан да емес, кезіктірмей жүргенде емес. Жалпы сіздің талғамыңыздағы қандай? Шығармашылыққа әбден мына бет бұрып кеткендік шығар. Тек осы концерт, сахна, өнер, ән деп. Енді қатарыңыздың бары отбасылы ғой, енді концерт, барлығы сіз секілді ән жаздырады, концерт береді, ән айтады деген секілді. Надо жертвовать чем-то дейді ғой орыстар. Талғамыңыз жоғары болып тұр. Енді айтыңызшы, талғамыңыз қандай жалпы? Сіздің армаңыздағы қандай? Енді мынандай талғам деп айта алмаймын. Менде сол қарапайым адаммын ғой, енді менде ондай алып бара жатқан талғам жоқ. Сол өзі сол сүйкімді, және де үйдің шаруасына жақсы болса болды ғой. Енді Руслан, барша сыр жұртшылығы сізді Ақбаян атты әніңіз арқылы жақсы таниды. Бұл енді бүгінде Ақбаян әні сіздің төл құжатыңызға айналып кеткен, солай ма? Ақбаян әнімен емес, Үкілі Ыбырайдың Гаккумен шығар. Сол ана жас қанат конкурсінен. Енді мына Ақбаян әні бұл да енді визитный карточка болды ғой маған. Өте жақсы ән, өзім көңіліме жатады. Өйткені өзіміздің Сірелінен шыққан композитор атамыз, ағамыз, жаңа Бексұлтан Бангежиев атамыздың әні өте керемет жақсы ән. Оны үлкен де, жастар да, кәрілер де жақсы тыңдап, көңілдерінен шығады бұл ән. Енді Руслан, сахнада Ақбаян деп ән сала бермей, өмірдегі Ақбаяныңызды табыңыз енді. Енді жалпы басқада қандай жаңалықтарыңыз бар? Ал енді былтыр бір бейнебаян түсірілді жастық шақ әніне, оны көрермендерде көрген шығар. Енді биыл 20 жылдықты аман-есен бітірдік. Енді осы Құдай қаласа бейнебаянның жұмысына көшпекшімін. Тағы да шығармашылығына бет бұрамыз. 20 жылдыққа тоқталдық сіз. Жалпы 20 жылдықта мектептің 10 жылдық түлектері, 20 жылдық түлектері мектептің жанына аялдама салып береді, мүмкін мектептің ішін әрлеп береді дегенде сіздер қандай сый тарттыңыздар мектептеріңізге? Енді оқушы бітіріп кеткен түлек ретінде мен ойлаймын, біздің міндетіміз шығар мектепке әдемі бір сыйлық жасау. Енді біз өзіміздің тарапымыздан мектепке жаңағы қош келдіңіздер деп тұратын жаңағы не дейтін еді. Қарсы алатын
жазу ғой. жазуымен жаңа электронный табыл алып бердік. Электрон табыл. Иә. Сосын енді өзіміздің классымызға әдемі бір қымбаттау сағат әпердік. Енді ертең 30 жылдықта келеміз ғой деп. Иә. Ендеше Руслан, енді бүгінде осы көрермендердің жоғары бағасына ие болған осы Ақбаян әніне кезек берсек, сіздің орындауыңыздағы, енді баршамыз тағы да сіздің даусыңызды естуге асықпыз. Ендеше сахна өзіңіздікі. Сол бір кешті аялады тәтті арман, жан сырымды жай алмадым Ақбаян. Көк теңіздей буырқанған, толқыған, жүрегімнен сая таптым Ақбаян, Ақбаян. Теңіздей буырқанған, толқыған, жүрегімнен сая таптым Ақбаян, Ақбаян. Жас жүрегім іздеп жалғыз өзіңді, еске аламын мөлдір қара көзіңді. Көңілімнің аңсағаны өзіңсің, сөндірмеші сол сезімді Ақбаян, Ақбаян. Көңілімнің аңсағаны өзіңсің, сөндірмеші сол сезімді Ақбаян, Ақбаян. Кешті аялады тәтті арман, жан сырымды жай алмадым Ақбаян. Көк теңіздей буырқанған, толқыған, жүрегімнен сая таптым Ақбаян, Ақбаян. Толқыған, жүрегімнен сая таптым Ақбаян, Ақбаян. Жүрегімнен сая таптым Ақбаян, Ақбаян. Жалпы Руслан, сіздің өнер әлемінде жүргеніңізге қанша жыл болды? Алғаш шыққан, сахнаға шыққан кезіңізде неше жаста болдыңыз? Тіпті сіздің сахнаға шыққандағы киген киіміңіз, костюміңіз есіңізде ме? Әрине, оның бәрі есімде. Ол ыстық қой. Мен ойлаймын, әр шығармашылық адамына алғашқы сахнаға шығу, ол қандай киім, ол киімді қаяқтан алды? Барлығы бір история ғой, орысша айтқанда. Естен кетпейтін нәрсе. Енді 1993 жылғы болу керек, ол аудандық мәдениет үйінде жаңағы әнші балапан деген республикалық конкурс болатын, соны іріктеу туры. Одан енді облыстыққа өтпей қалдым. Енді одан кейін 1995 жыл облыстық Таңшолпан телевизиялық байқауы болды. Сонда мына облыстық телеарна ұйымдастырған. Сонда жаңа бір ақ водолазкамен қара двухбортный костюм, сосын бір жасыл шалбар болу керек. Сол кезде ол сәнделеді ол костюмдер. Ол енді ол кезде бізде мына тоқырау заман ғой. Киім жоқ заман, шынымен. Барлығы бір темный киімдер киіп жүретін еді, бір жаңа плащ өзіне де болса да шалбар, сосын бір норковый шапкалер. Сол кезде енді базарда, ол кезде қазірде бутик жоқ қой. Базар, жайма базар.
содан таңдап жүріп әйтеуір мамам екеуміз алғаным есімде. Жаңа бір жауаптар батпақ енді әйтеуір. Сол кезде бір сол конкурсқа бір 3-4 сағат қалғанда табылды сол. Қандай әсерде болдыңыз алғашқы? Әрине алғашқы сахнаға шыққанда ол толқу болады, оның үстіне ол кішкентай енді баласың ғой, ол сахнаны сол кішкентай кезімізден енді мектептің қабырғасында ән салып жүрдік, содан енді сезіне бастайды ғой адам өзі. Сосын мына негізі жалпы мына сахнаға ерте келген өнер адамдары тез есейеді. Қандай ән салдыңыз ол кезде? Ол кезде Марат Умаровтың «Биле-биле» әні болу керек. Билеп шыққан екенсіз. Билеп шыққанда, ойбай, оны қазір көрсем өзім күлкім келеді. Бәрекелді. Енді Руслан мырза бізге қызық болып тұр. Жалпы қоржыныңызда неше ән, неше бейнебаян бар? Так, әндерден бір 100-дің үстінде 100-ден аса репертуарда таза авторский дейді ғой, таза өзім орындауымдағы әндер. Бейнебаяннан бір 4 бейнебаян бар. Олар енді кезінде өзінің уақытында мода болды ғой. Біз Руслан Садықовтың неше концерт бергенін сұрамай қояйық. Қай аудандарға барғанын сұрамай қояйық. Жалпы ән қоржыныңызда кештеріңіз өткізіп тұрады, соны біз білеміз. Орындауыңыздағы «Таң аруы» әнінде біз жақсы білеміз, өте әдемі ән. Жалпы осы «Таң аруы» атты әнге де альбомыңыз шықты жуырда. Құпия болмаса, бұл «Таң аруы» әні кімге арналып жазылды, немесе кімге арнап айтасыз, орындайсыз? Бұл негізі Серік Сыздықовтың әні, өзіміздің жерлесіміз Шеліннің жігіті, қазір Алматыда облыстық филармониясында аранжировщик, композитор өзі. Сол кісінің әні кезінде керуен тобы болатын дуэт, Ерлан Каримбаев пен осы Серік Сыздықов. Сол кісілердің репертуарында болатын бұл ән «Таң ару» деген. Сол кішкентай кезімде сол қастарында еріп жүріп, осы әнді жаттап алғаным бар. Осы әнді осы мен шығарайын шарыққа деп жаздыртқан дүнием. Енді оны композитордың, авторының өзіне сұрамасақ. Ал неліктен альбомыңыз осы әннің атауымен шықты енді? Өзі аты әдемі ғой. Аты сұрап тұр дейсіз. Аты сұрап тұр. Енді дәл қазір осы әнді орындауға дайынсыз ба? Әрине. Ендеше мархабат. Таң алдында ару көріп сезім әлем жарығын, солу бейтаныс аруым көркіңмен мені баурадың. Самал желмен шашың желбіреген, ғажайып сүйкімді келбетіңнен. Баладай болып қарадың, қылығыңа қызықтым. Жан сырымды айта алмадым, білмеймін, жеткізе алмадым. Көз қарасың нәзік жүрегімде, ғажайып сүйкімді келбетіңе. Қандай ашық алтындай күн бейнең арайлы, айдай сұлу ақшасың жанымда баурады таң аруы. Естен кетпейді сол бір таң, елестейсің сен маған. Бақытымды таптым-ау деп сол арай таңда қуанған. Жетпеген сөз айтылмаған сырым, сезімімді жеткізер осы әнім. Қандай ашық алтындай күн бейнең арайлы, айдай сұлу ақшасың жанымда баурады таң аруы.
Руслан, жанұяңызда өзіңіз секілді өнерде жүрген жандар бар ма? Әрине бар. Мен өзім туған інім Ерлан Садықов әнші. Құдай қаласа биыл болашақ университетін бітіріп жатыр. Биыл дипломированный әнші болады, құдай қаласа. Облыстық филармонияда қызмет жұмыс жасады әнші ретінде. Енді биыл дипломын алса, жақсы бір қызметке орынға тұрады деп ойлаймын. Жалпы отбасын туралы айтыңызшы. Отбасында неше ағайынды сіз? Отбасымда ата-анам, үлкені мен үйдің, менен кейін қарындасым бар, қазір Алматы қаласында. Сонан кейін өзімнің інім жаңағы Ерлан. Ерланның келіншегі бар, бала шағасы бар. Бүгін өзіңізбен бірге анаңыз да Анам келді бүгін. Ендеше анаңызды қошеметпен ортаға Гүлсім шақырсақ. ханымды. Келіңіз, Гүлсім апай. Қош келдіңіз. Келіңіз, түрлетіңіз, кеш жарық. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Гүлсім апай, микрофон сөйлесе. Мінекей, бүгін ұлыңыз Русланның шығармашылық кеші, былай айтқанда бенефис шоу болып жатыр. Енді барша көрермендерге осы Русланның шығармашылық туралы кеңінен халыққа айтып, таныстырып жатырмыз. Енді жалпы Русланды өнерде қандай жан екенін жақсы білеміз. Иә? Ал отбасында Руслан қандай? Русланның бүгін бір болмысын, өзге қырын айтайықшы. Қандай перзент Руслан? Руслан отбасында үлкеніміз. Негізі бұл атасы мен әжесінің баласы болды кішкентай кезінде. Сол кісілердің тәрбиесін алып, әжесі мен атасының қасында болды. Шамалы үлкейе келе, сосын өзімізге берді да, қолымызда болды. Русланның бұл өнерге деген несі, бір бастауыш класстарда бір іс-шаралар болады ғой, жаңа жыл. Сондай кеште нелерге барған кезде байқадым, балам сол жақсы ән айтуға қабілеті бар екен. Қабілеті бар екен. Бір ана жерде жанып кетеді екен өзі. Ата-ана болып қарап отырғанында. Сонан дегенмен де Руслан отбасында үйдің үлкені деп жатырсыз. Ата-әжесінің баласы деп жатырмыз. Енді біз білеміз, негізі ата-әжесінің қолында тәрбиелеген бала өте ерке болып келеді. Руслан қандай мінезі, ерке ме? Руслан ерке. Мінезін айтыңызшы Русланның, біз білмейтін. Үйде үлкені болғасын, сонда да көп нәрсе Русланға жауапкершілік артылады, ол өзі біледі. Отбасының үлкен екенін, өзінен кейінгі іні қарындастарына, інісінің қыздары бар, оларға барлығына қамқорлық жаса, өзінің көмегін беріп, ақыл кеңесін айтып отырады. Біз өзіміз папасы екеумізде Русланмен көптеген тірліктерді отбасындағы ақылдасып шешіп отырамыз. Кәдімгідей арқа сүйейтін үлкен азаматымыз отбасында. Әрине. Енді Русланды біз білеміз, көптеген республикалық, халықаралық байқауларға қатысып, бас жүлдені қанжығасына байлап жүргенін. Енді қайбір жетіске жетсін осындай байқауларда орын алған спортшылар болсын, мысалы әншілер қауым болсын, орын алған кезде бірден анасына телефон шалады. Руслан да солай істейді ғой. Бірінші сізген қуанышын сізбен бөліседі ме? Әрине. Қандай сезімде боласыз? Анасы үйде отырып тақымын қысады, баласы атқа шапса деп жатамыз ғой? Әрине, Руслан сол қатысатын байқауларына, конкурстарына хабар келгеннен Руслан тілеуін тілеп, әйтеуір қай жерде болса да Алла сәтін берсін, абыроймен келсін деп тілеп отырамыз. Енді ең алғашқы сол жүлделі несі жас қанат байқауы ғой, содан екінші орын алып, ол кезде елдің де жағдайы өте ауыр кездіғын, енді қиыншылық кездіғын. Соншама үлкен жаңағы байқауда екінші орын егер болып күміс қанат жеңіп алғанда, ол кезде бұнда жаңағы не жоқ қой, сотка жоқ, үйде домашний телефон. Содан звондап, ағайлары бірінші жаңағы не болды, хабар айтты бізге. Тіпті еріксіз көзіңе жас келетін шығар қуаныштан. Сол түнгі 11-12-нің кезінде хабар айтты бізге екінші орын алды Руслан деп. Сон енді кімге айтарымыз да жаңағы. Бірден көршілері ғой, енді ең жақын көршілер болады ғой. Көршілерге жүгіріп. Сол кісілер естіп, бірден жүгіріп келіп жатыр ғой, ағайындар да келіп, Русланның қуанышына бөлісіп, солай болған жағдай бар. Енді жаңағы көп әншілердің біз стилін сұрап жатамыз да.
жалпы сіздің осындай киім таңдауда, яғни костюм таңдауда сахналық кімдер көмектесіп жатады деп енді біз осы әнші жігіттер қауымынан сұрап жатамыз. Көбіне анам көмектеседі дейді. Сіз осы Русланның сахналық киімдеріне көмектесесіз бе? Жалпы сіздің пікіріңізбен қаншалықты Руслан санасады? Руслан негізі киімдерін, керек заттардың бәрін өзі таңдайды. Бірақ кейде жаңағы звондап жатады, көрсетіп жатады, мама мынау қалай болады. Шамалы өзім ақыл кеңесімді берем. Сонымен келісіп, солай өзі жарасымда ұнамды киімдерін алып, алдына шығып жүр. Үйде келін жоқ қой? Келін жұмсауға асығып жүрген шығарсыз, енді ұлыңызға айтасыз ба? Қашан келін алып келесің? Қашан маған? Енді неге алып келмейсің, Руслан? Негізі Русланнан кіші бала інісі үйленген, келін бар, келін жұмсап отырмыз. Бірақ енді Русланның орны ерекше ғой. Русланға өзім жаңа әрдайым тілек тілеп отырам. Өзін сүйетін, өзіне адал, өзін түсінетін жақсы жар кездессе екен деп армандаймыз. Русланға қай кезде болса да дайынбыз, қай кезде үйленем дейді. Бүгін болса бүгін қыс деме, жаз деме деп кейде әзілдеп айтып қоям. Қыста тоңбаймыз, жазда ысыламаймыз, жаным. Қай кезде дейсің біз дайынбыз. Бүгін десем бүгінге әкеле бер дейсіздер ғой. Енді Алла өзі сәтін береді деп күтіп жүрміз. Сол тезірек болса екен дейміз. Иә, Гүлсім ханым, бүгін біздің қайырлы кеш бағдарламасының төріне өзіңізді көргенде қуаныштымыз. Енді Руслан тезірек сізге келін алып келіп, сізді қолыңызды жуысуға салып қойып, бір сондай қуаныш сыйласын дейміз. Әрқашанда осы Руслан ұлыңыз биік-биік белестерді бағындырып, осы өнер әлемінде алар асулары көп болып, сіздің мақтанышыңыз болып жүре берсін дейміз. Ал қазір қадірменді көрермен Руслан Садықовтың орындауындағы Жастық шақ әніне кезек береміз. Қабыл алыңыздар. Таудай болып талап талғанмын, алға бастап қиял арманым. Есегенде енді білмеймін, қайран жастық қайда қалғаным. Достарыммен тойлаған күнде той думан, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда кеттің ерке алыстап. Достарыммен тойлаған күнде той думан, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда кеттің ерке алыстап. Жалыныңмен шарпып өттің бе, бағынбадың әттең еркімен. Көрген түстей болдың жастық шақ, батқан күнмен батып кеттің бе. Достарыммен тойлаған күнде той думан, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда кеттің ерке алыстап. Достарыммен тойлаған күнде той думан, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда кеттің ерке алыстап. Таудай болып талап талғанмын, алға бастап қиял арманым. Есегенде енді білмеймін, қайран жастық қайда қалғаным. Достарыммен тойлаған күнде той думан, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда кеттің ерке алыстап. Қыдыратын құрбыммен, ұйықтамаған түнімен, қайда қалдың жалын атқан жастық шақ, қайда сол бір отты шақ. Қайда сол бір отты шақ.
қайда сол бір отты шақ. Дәл қазір Руслан экранға назар аударып бір аз ғана видеоны тамашалап алсақ, бұл сіздің түрлі байқауларға қатысқан кездеріңіз. Қане экранға назар аударсақ баршамыз. Лауреатом стал Руслан Садыков, Кызылорда. Награду вручает композитор Кинес Дусикеев. Руслан Садыков, лауреат второй премии конкурса «Жаз-канат 2001». Итак, первая премия. Әй қосым сен ескен, табармын, таппаспын өзіңді. На сцене Руслан Садыков, Казахстан. Это я с тобой не чарую, туманами тебе я чарую, босиком шапотливою мовою зачаровываю, зачаровываю. Неке, тамаша, Руслан. Өте керемет. Руслан, енді видеодан байқағаныңыздай, ол кездегі стиліңіз мүлде басқаша. Тіпті шашыңыз бір кездері сарғыш түске де боялған екен, киім киісіңіз де басқаша. Енді бүгінде осындай салмақты киініп, шашыңыздың да бір түсте болуы, бұл жыл өткен сайын жасыңыздың ұлғайып келе жатқан білдіреді ме? Қалай енді? Жас ұлғайғандай емес. Неден себепті? Потребность дейді ғой, сұраныс. Осындай, сосын соған көрермендерге лайық болу керек. Сосын ол сахна бұрынғыдай балалық көзбен қарадық қой ол кезде. Модаға еліктедік. Енді қазір шамалы есейгеннен кейін сахнаның киелі екенін түсіне бастап, жалпы сахнаға жауапкершілікпен қарау керек қой. Руслан, жаңа байқап жатырмыз, Беларусь мемлекетінде өткен Славянский базарда өнер көрсеттіңіз. Енді ол жақта қай жылы бардыңыз, қандай ән орындадыңыз және нешінші жылы қатыстыңыз ол жаққа? Сол конкурсқа саяхат жасақшы? Бұл Славянский базар конкурсы мен үшін, мен жалпы мына өнердегі тарихымда жеке орын алады. Ол бір үлкен бір белес болды мен үшін. Ол 2002 жылы Витебск қаласы ең алғашқы Қазақстанның қатысушысы мен болдым. Олар өздері маған первая ласточка деп ат қойып алды, жаңа ұйымдастырушылар из Казахстана деп. Сонда сол жерде көптеген конкурсанттармен, көптеген әртістермен танысып, шынымды айтсам, өзіме көптеген тәжірибе алдым. Енді ол жерде үлкен жаңағы Беларусь мемлекеттік эстрада симфониялық оркестрі дирижері Михаил Фейнберг, сол оркестрмен жұмыс жасадық. Ол жерде өзіміздің Үкілібрайдың гаккуін айтып, екінші турда сол мемлекеттің, Беларусьтың, біздің Шәмші атамыз сияқты үлкен композитор бар, Игорь Лучинок деген. Сол кісінің «Зачарованный» әнін орындаған сол оркестрмен. Ал енді 2014 жылы, қателеспесем, Эстония қаласында өткен Эду конкурсына да қатыстыңыз. 2004 жылы, иә? Бұл конкурстың ерекшелігі неде? Жалпы ол жақтың халқы қалай қабылдады? 2004 жылы ол Эду Таллин қаласында болатын. Эду аударғанда успех деп, сәттілік. Қандай конкурсында бұл? Қандай шығармалар орындайсыздар? Эстрада орындаушылар конкурсы халықаралық. Бұл конкурста сол Славянский базарға қатысқан конкурсанттармен кездесіп, оларды өзінің елінен қатысып, олардың айтатыны, ой, Қазақстанға садық келді ма, бітті, бізге, значит, орын жоқ дейді. Соны енді мәз болып қаласың ғой. Енді ол жерде Қазақстанның атынан Өмірқұл Айниязов екеуміз қатыстық. 3 турдан тұрды. Ол жерде ерекшелігі 3-ші турда мировой шлягер дейді ғой. Сондай орындау керек болды. А бізге айтқаны 2 тур болады, 2 ән дайындалу керек деп.
енді амал жоқ, аяқ астына бір түннің ішінде жаңағы шлягер мировой бір өлеңді дайындап ағылшынша, соны орындап, әйтеуір абыроймен елге оралдық қой. Қалай қабылдады бұл әнді? Аяқ астынан дайындалған ән болғандықтан. эстондықтар өте капризный дейміз ба? Иә. Сондай халық қой, өте сыншыл халық. Сосын өнерді бірақ жақсы бағалайды. Иә. Енді байқап қарасақ, 2001, 2003, 2004 жылдары Руслан Садықовтың дүрлеп тұрған дәуірі. Иә. Ал 2005 жылда Украинаның Федосия қаласында өткен Крымская волна байқауында да қатысқан болатынсыз. Қазір неге тоқтап қалдыңыз? Енді осындай байқауларға қазір неге қатысыңыз? тоқтағанда емес, ол конкурстардың өзінің шектеулі уақыттары бар, шектеулі жас ерекшелігіне байланысты, жасқа байланысты ерекше шектеу бар. Сондықтан мен өзім жасым сол конкурстарға қатысуға сәйкес келгенше мен барынша қатысып, өзім өнерімді шыңдадым. Жас кезімде ұрып қалдым дейсіз ба? Ұрып қалдым. Мынандай тілмен айтқанда, Иә. Бәрекелі Руслан, қуаныштымыз. Әрқашанда осындай еліміздің, яғни сырдың атын шығарып, мерейін үстемете беріңіз. Өнеріңіз қашанда өрге жүзе берсін деп, сіздің орындауыңызға келесі әнге кезек берсек, қабылдаңыздар. Жасырмадым өзіңе ғашықтығымды, бір көруге әтке зар асықтығымды. Өлеңіммен өрсем де жүректің сөзін, сен қаладың қалқамай қашып жүруді. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды. Білмейді кем жабығып танып құруды, өлеңіммен жырымен жанып тұруды. Жан жүрегім қалайды үнемі жаным, сүйемін деп дүрсілдеп қағып тұруды. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды. Құлпыртамын құбылтып қалыпты күнді, тілегенмін әр сәтті жарық қылуды. Сүйген жүрек өзіңе міндет қып алған, саған арнап күнделең жазып тұруды.
Руслан, сіз Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінде білім алдыңыз, кімнен дәріс алдыңыз? Біздің кезімізде Қызылорда музыкалық колледжі болатын жай ғана. Кейін Қазанғап атын беріп, үлкен қуанышты болып қалдық. Енді бұл музыка колледжінде мен ән салу бөлімінде оқыдым. Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Қаракөз Ақжігітқызы Ағдәулетова апайымда. Қаракөз апайдан дәріс алыпсыз, Жалпы енді мектепте, колледжде білім берген ұстаздарыңызбен байланысыңыз қалай? Қаншалықты жиі жағдайларын сұрап, мерекелерде арнайы құттықтап барып тұрасыз дегендей? Енді туған күндерінде міндетті түрде мейрамдарда қоңырау шалып хабарласып тұрамыз. Енді бас қосу жиі болмайды, себебі қазір сабағы бар, менің концерттерім бар деген сияқты. Қазір мұны мектепте сізге музыкадан сабақ берген ұстазыңыз Роза апайдан сұрап білетін боламыз. Қаншалықты хабарласып, құттықтап тұратыңызды. Роза апай, келіңіз. Неке біз сіздің ұстазыңызды арнайы бүгін бағдарламамызға шақырдық. Тобыл етіңіз. Қайырлы кеш. Мектеп кезінде Русланға білім берген шәкіртіңіз, Русланның шығармашылық кеші өтіп жатыр. Енді әлгінде мен әдейі сұрадым Русланнан. Жалпы ұстаздарыңызбен қаншалықты байланысып тұрасыз, хабарласып тұрасыз, мерекелерінде құттықтап тұрасыз деп, енді міндетті түрде құттықтайын, хабарласам деп дейді Руслан. Рас па? Өте дұрыс, рас айтады. Руслан енді мектеп бітіргенде кеше ғана осы 20 жыл мектеп бітіргенде кездесулері болды, ұстаздарымен қалышып, осылай өзімізге өнерін көрсетіп, енді расында кішкентай кезінен тәрбиелеп, музыкаға, байқауларға қатыстырып, біз енді қай кезде де Русланның жетістіктеріне мақтанышпен қарап отырамыз. Енді Роза апай, өзіңіз бастауыш сыныпта музыка пәнінен сабақ бердіңіз. Енді Русланның өнерге деген қызығушылығын сіз сол кезде қаншалықты байқадыңыз? Руслан осындай дәрежеде атақты әнші болады деп ойладыңыз ба? Иә. Точно. Бала кезінен білдіңіз? Бала кезінен болғанда Руслан алдында орыс мектебінде оқыды, 36-шы мектепте. Бізге 5-6 сыныптарда келді. Мен мектепте сол 1-ші класстан сол 6-7 класстарға шейін музыка сабағынан берем. Және мектептегі іс-шаралардың барлығын өткізедіміз. Сол бір лездемеде, осы мерекеге арналған лездемеде мен аккордеон ойнаймын. Аккордеонмен сүйемелдеп Русланды сахнаға шығарған кезінде бізге енді ғана ауысып келіп жатқан кез тұғын. Руслан дайындап бір сол кезде де хит болған бір ән Ақша қала деген ән. Иә. Сол әнді сахнаға шығартып лездемеде өзім сүйемелдеп орындап тұрған кезінде мен өзім таңғалып қалдым. Енді дайындадым ғой. Бірақ енді орындап тұрған сахналық мәдениетін, кәдімде өзін-өзі ұстауы, әнге түсінуі, характерін беруі, мысалға, соның барлығы. Мен бірден бір напалар уже үлкен сахнада жүретін бар. Рахмет енді Роза ханым, біздің арнайы шақыртуымызды қабыл алып, осы бағдарлама төрінен табылғаныңызға. Енді дәл қазір шәкіртіңіз Русланның орындауындағы ауылым әнін қабыл алсақ баршамыз. Руслан, сахна төрі өзіңде. Рахмет. Шашқан ауылым туған менің, жанары жарқын сақтаған салтын, сүйемін сені елім. Алланың көрікті бақаласын, көргенде ерекше шаттанасың, шалқыптасың. Алланың көрікті бақаласын, шаттанасың, шалқыптасың. Байлыққа басқан, береке жатқан, ауылым туған жерім. Жасыңда келбет, жүрегім тербет, сүйемін сені елім. Алланың көрікті бақаласын, көргенде ерекше шаттанасың, шалқыптасың.
іші шаттанасың, шалқықтасың. Руслан, білуімше өзіңіз балық асырайды екенсіз. Бұл сіздің хоббиіңіз бе, әлде кәсіптің бір түрі ма? Бұл енді балық асыраған ол кәсіпке жатпайтын шығар. Не, балық асырайтын кәсіпкерлері бар. Кәсіпкерлері де бар негізінде. Бар ғой, иә. Бұл Бұл өзімнің хоббиім, иә. Хоббиіңіз. Маған өзіме сол жан жануарлар, табиғат жалпы ұнайды. Аквариумда неше балық бар? Қазір бір 15 шақты бар, ол енді тағы туатындары бар, кеше тағы туғандары бар, енді малек дейді ғой. Роддомда жатқандары бар, туғанша жүргендер де бар дейсіз. Мен енді қазір Руслан туралы бір ақпаратты естіп, таң қалып тұрмын. Руслан гүл өсіргенді күтіп баптауды жақсы көреді екен. Мен бұрын соңды жігіттердің осы гүл өсірген жақсы көретінін естімеппін бұрын соңды. Бұл да бір сіздің сүйікті ісіңіз бе сонда? Сүйікті ісім ол жаңа аквариум, жаңағы гүл демекші. Ол өзім ана жұмыстан, жаңағы сапардан шаршап келген кезде соны өзім суын құйып, жаңағы артық жапырағын алып, жаңағы тамырлаған гүлдерімді отырғызып, сол бір демалып қаламын. Ол мен кішкентайымнан гүл өсірім негізі. Жалпы бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Бос уақытыңыз бар ма жалпы? Мен бос уақытым бар, бос уақытым көп. Ұйықтаймын. Көп әншілер айтады. Көп әншілер айтады, бос уақытым жоқ. Концерт, жоқ, той. бос уақыт бәрінде де бар. Оның бәрі өтірік. Бәрінде бос уақыт бар. Сізде бос уақыт негізі байқауымызша, білуімізше көп әншілер ұйықтаумен өткізеді, ә? Ұйықтаумен ол мен өз басым ұйықтайтын себебім жолдан мысалы таңғы 4-те келесің, болмаса таңғы 5-те шығып кетесің. Сол ана ұйқының орны бөлек қой, түнгі ұйқы. Әрине. Сол орнын толтыру керек. Сіздің күтемін сені деген әніңізді тыңдасақ, көрермен арнадан ауыспаңыздар. Күнімді санаймын, дүниеге сыймаймын, сағыныштың сазымен бір өзіңді ойлаймын. Ал сенен жүрсем де, нұрлы үміт көңілде, жаңғырады жұлдыздар, жаным сені көргенде. Жадыратар жанымды сен сұлу елесің, шын сезіммен сағынсам, бәлкім бір күн келерсің. Менің тұнық сезімім өзіңе асығады, жолықсам жаным саған, қайғымын таусылады. Арманым алыстағы айналым өзің, мұң-назымды жалғады өлеңім менің. Алаңдаумен жылдарға аңсап жүремін,
күтемін арманым алыстағы аяулым өзің мұң назында жалғады өлеңім менің алаңдаумен жылдарға аңсап жүремін құшағымды жаямын сені күтемін 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 Руслан, өзіңізді қашанда осылай өнер әлемінің асқар шыңында көргіңіз келеді. Енді алдағы уақыттағы бір жоспарларыңызбен бөліссеңіз. Қандай жоспарларыңыз бар алдыға қойған? Қандай жаңалықтарыңыз болады? Жоспар өте көп. Мәселен. Енді бейнебаян бар, сосын үлкен халықаралық деңгейдегі үлкен бір конкурста елімнің намысын қорғағым келеді. Ой, бәрекелді. Сәттілік тілейміз. Оны алдағы уақытта көре жатарсыздар, қандай конкурс екенін дейсіз. Енді қазір біздің дәстүрлі сұрақ-жауап ойынына кезек берсек, қалай қарайсың? Ойынуға көрейік. Ендеше кеттік. Руслан Садықов кім? Қысқа нұсқа. Әнші, орындаушы. Сіздің ең көп табысыңыз қанша? Білмеймін. Шын жоқ керек. Бір қуанған кезіңіз болған жоқ па? Мен бүгін 500 мың таптым деп. Енді айту керек, Руслан, айтыңызшы былай. 200 мың деп Қайтып айтасыз. қойшы сұрағымды. Сіздің ең көп тапқан табысыңыз қанша? Енді миллионға жетпейді, бір 700-дей бар. Ұшаққа қаншалықты жиі мінесіз? Жоқ, ұшаққа көп мінбеймін, тек ұзақ жол болмаса. Өмірде неден қорқасыз? Мен соғыстан қорқамын. Соғыстан. Неге тойға арналған әндеріңіз аз? Өткен тойға шықпаймын. Жақсы көретін қызыңызды өзге жігіт алып қашып кетсе, не істейсіз? Бақыт тілеймін, болды. Артына бармайсыз ба? Оны алып қашып кетсе, оны мен алып қашып кетсем, ол не болады? Қазір қыздың қалың малы қанша? 300 мен 400-дің ортасы болу керек. Деп ойлайсыз ғой? Деп ойлайсыз. Деп ойлаймын. Альбина олай ойламайды. Миллион ғой қазір қыздың қалың малы. Дайынсыз ба сол қалың малды беруге? Әрине, ол салт-дәстүр болғаннан кейін, ол салт-дәстүріне аттап кете алмайсың. 20 жылдан кейін Руслан Садықов көзіңізге қалай елестейді? 20 жылдан кейін Руслан Садықов Сақал қойып? Жоқ, сақал қойылмайды. Мұғалім, профессор шығар мүмкін. Бәрекелді. Әрқашанда осындай қырандай самғап, еліміздің атын шығара беріңіз дейміз. Келесі орындалар ән қандай? Еранғайып ағамыздың, ақын ағамыздың сөзіне жазылған Алтын Бекенованың «Сен» деген әні қабыл алыңыздар. Бәрекелді.
сіздерге 50 минут бойы әсем әннен шашу шашып, керемет кеш сыйлаған Руслан Садықов. Әр сенбінің кешінде қайырлы кеш Қызылорданы жіберіп алмаңыздар. Қош, сау болыңыздар.